Жерлестеріміздің бірі Ғайнан Құрмашев тұтқынға түсіп, фашист концлагерінде қаза тапты. 1941 жылы барлаушылар командирі кіші лейтенант Құрмашев жау талындағы тапсырмадан қайтпай қалды. Ғайнанның анасы баласының хабарсыз кеткені туралы тым кеш білді. Алайда жер бетінде із-түссіз жоғалу мүмкін емес. Тірі адамның ізі табылмай қоймайды. Польша. Едлина жері. Демблин бекінісі. Идель Урал Берлин комитетінің мүшесі Мұса Жәлел музыкалық хор капелласына адамдар іріктеу үшін келеді. Құрмаш капелла режиссері әрі іс жүзінде оның басшысы болады. Капелла жасырын ұйымның жұмысын бүркемелеу үшін жасалған айла еді. Жасырын ұйым мүшелерінің соңғы бас қосуы 1943 жылдың 9 тамызында болды. 14 тамызда көтеріліске шығу жоспарланды. Ал 11 тамыз күні әртістерді ұстап алды. 11 жасырын ұйым мүшесі өлім жазасына кесілді. Мұса Жәлел өз достарына дем беру үшін татардың халық әні «Қара қарлығаш мәкенді» айта бастады. Жазаға кесілгендер бір жерге топталып, бір-біріне иық түйістіре күлімсіреп тұрды. Дұшпанына бас имейтін осы жымиыс священниктерді қайран қалдырды. Олар кейін өлімді күліп қарсы алған хас батырлар туралы жырғып айтып жүрді. Ақтөбенің перзенті, ұстаз, татар мектебінің директоры, фашизм ұясындағы жасырын майдан жауынгері Ғайнан Құрмашев өз ажалын осылай қарсы алды. Екі көзің төрт болып достың анам, түскенің қандай күйге білмей балаң, тұтқында арыстандай аласұрдым, жазуға бір ауыз сөз келмей шамам. Тәрбиең арыма кір жұқтырмадым, ажалды тура келген ақтырды әнім, сыр бермей сын сағатта тістей қатып, өр рухпен жауларымның жақтым бәрін. Мынау жасырын тыңшы қаһарман батыр Ғайнан Құрмашев атындағы көше. Ол татар ақыны Мұса Жәлелмен бірге неміс концлагерінде жасырын ұйымда болған. Мұса Жәлел жасырын тыңшылардың рухани көсемі болса, ал Ғайнан Құрмашев олардың ұйымдастырушысы әрі басшысы болған. Фашистер оларды Құрмашев тобы деп атаған. Алдымен Құрмашевті азапта өлтірген. Құрмашев сол топтағы ең жасы екен. Небәрі 25-те. Ода ақын болған. 1956 жылы Мұса Жәлелге Совет одағының батыры атағы берілді. Бір жылдан кейін Муавит дәптері өлеңдер жинағы үшін Лениндік сыйлыққа ие болды. Ал жасырын топтың басқа мүшелері өлгеннен кейін бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталды. Жауды жеңу жолында тылдағы ақтөбеліктердің жанқиярлық еңбегі ерлікпен тең еді. Ақтөбе қорғаныс өндірісінің ұстаханасы болды. Белгілі жазушы Алексей Толстой темір жолшылар клубында болған жиында майдан мұқтажын көтеу әрбір совет патриотының қасиетті борышы деді. Өзінің туған жер үшін аяп қалған бір жан жоқ қайрат, жігер бар күшін. Ел боп шыңдап жатырмыз, ұлы күрес жеңсін. Біз жеңеміз, жеңеміз деп халыққа жыр арнады Нұрпейіс Байғани. Ақтөбеге батыс елдерден эшелон өндіріс мекемелері көшіп келді. Өте қысқа мерзімде тура станция басында шойын мыс құятын механикалық шеберханасы, автобронетанкті жөндеу базасы құрастырылды. Рентген зауытының құрал жабдықтары орналастырылды. 1941 жылдың қарашасында Днепропетровскіден Ақтөбеге большевик металл өңдейтін артелі көшірілді. 1942 жылдың маусымында большевик қорғанысқа қажетті алғашқы өнімдерін
шойын және қола құймаларын, су мен бу арматураларын жасап шығарды. 1941 жылдың желтоқсанында рентген тексеру құралдарын жасайтын нөмірі 692 Мәскеу зауыты Ақтөбеге қоныс тепті. Соғыс жылдарында зауыт РУ 560 жылжымалы және жорыққа арналған рентген тексеру құралдарын, ПМ-1 қопарғыш машиналарын жасап шығарды. 1941 жылы Ақтөбеде автожөндеу, кірпіш, лак және бояу шығаратын зауыттары, ал 1942 жылы авиажөндеу зауыты қатарға қосылды. Авиажөндеу шеберханаларының ұжымы 1942 жылы Сталинград түбіндегі сұрапыл шайқастар кезінде ай сайын 30 самолетті және 160 авиациялық моторларды жөндеп қайта іске қосты. Волгадағы шайқас қызып тұрған кезде Ақтөбеде Сталинград майданы үшін танкі бұзатын жанғыш қоспа шығаратын өндіріс іске қосылды. 1942 жылы 3 электрмен балқыту цехы, шихталы қосымша шаруашылығы, қуаты 60 мың киловатт болатын ТЭЦ, жұмысшылар поселкесі, хромит кендері бар ферроқорытпа зауытының құрылысы басталады. 1943 жылдың 20 қаңтарында нөмірі 1 комсомолка балқыту цехының 1 пеші іске қосылды. Директорының орынбасары Махамбетовтың атымен зауытпен қатар салынып жатқан жұмысшылар поселкесін халық Махамбетовка деп атап кетті. Қысқа мерзім ішінде 33 әйел металлург мамандығын алып шықты. 47 әйел электр пешті басқарды. 80-нен астам әйел балқытушы болып жұмыс істеді. Дөң хромит кендері өнімдері мен құрыш өндіретін ауыр өндірісті қамтамасыз етіп тұрды. 1944 жылы дөң кен орындарына КСРО бойынша хромит кенінің 83% өндіруге тура келді. Киров атындағы химкомбинатта металды тот басудан қорғайтын темір малма және Мажев химикаты өндірісі ұйымдастырылды. 1943 жылы никель өндіретін Кемпірсай бай кен орны іске қосылды. Ақтөбе феррохромы танктердің сауытын қатайтып, мұнайы самолеттердің самғауына жағдай туғызды. Жанғыш қоспасы танктерді өртеп, қопарғыш машиналары жау эшелондарының күлін көкке ұшырды. Ақтөбе әйелдерінің қолынан шыққан қысқа тондар, пималар, қолғаптар жауынгерлердің бойын жылытты. Кестелі орамалды ыңылдай отырып, жылы киімдерді дайындаған ақтөбелік әйелдердің жан шуағы жауынгерлерге өздерін зарығып күткен әкелері мен ата-аналарының ақ батасындай әсер берді. Қала майдан жақтан жеткізілген балаларды, жаралыларды қабылдады. Балалар үйлері, госпитальдар ұйымдастырылды. 1941 жылы Днепропетровскіден Тарас Григорьевич Шевченко атындағы Украин драма театры көшіп келді. Соғысқа кетіп бара жатқан жауынгерлерге, госпитальда жатқан жаралы солдаттарға театр әртістері 700-ден астам концерт қойды. Гармозаводтың ар жағындағы бейіттердің қасынан госпитальда ауыр жарақаттан көз жұмған жауынгерлер жерленген бауырластар зираты пайда болды. Ақтөбеліктер көшіп келгендерді үйлеріне кіргізіп, бір үзім нанын поляктармен, украиндармен, испандықтармен бөлісті. 1941 жылы революционерлерге көмек беретін халықаралық қоғам комиссиясы Испания коммунистік партиясының бас хатшысы Долорес Ибаруридің күйеуі байырғы шахтер, зейнеткер Хулиан Руиске жақсы жағдай туғызуды, ас сумен қамтамасыз етуді өтінеді. К нам начали приходить эвакуированные. Приходит поезд. Ақтөбеге соғыс жағдайына байланысты уақытша қоныс аударғандар келе бастады. Пойыз келді. Қалалық советте тәртіп болды. Жұмыс кестесі бойынша олар қоныс аударушыларды өздері қабылдайды. Ал түнде біздер, басқа қызметкерлер кезекшілікте боламыз. Біз не істейді дейсіз ғой? Қалалық совет мынандай жоспар құрған. Егер 3 бөлмелі үйде бірнеше адам тұрсаңыз, бір бөлмесін босатып беруге тиіссіз. Өйткені вокзалда ешкім дағдарып қалмау керек.
қай үйге қанша адам орналастыруға болатынын алдын ала анықтау барлық қаладағы үйлерге жауапты қызметкерлерге тапсырылған еді. Әрқайсымыздың қолымызда тіркеп жазып отыратын дәптер бар. Келген қоныс аударушыларды әуелі тіркеп, олардың баратын мекен жайын жазамыз. Егер күндіз келсе, карточка бюросына жібереміз. Егер түнде келсе, ертең барып карточкаңызды алыңыз дейміз. Міне, осылай болған еді. Если ночью, значит, завтра придете. Вот так было дело. Ауыл еңбекшілері армия мен тылды азық-түлікпен қамтамасыз етті. Далалықтағы жұмыстардың салмағы әйелдердің, балалардың, қарттардың иығына түсті. Аты аңызға айналған тарышы Шығанақ Берсиевті ақтөбеліктер жақсы біледі. Әр гектар жерден 203 центнерден тары алып рекорд жасаған, оның алдына күні бүгінге дейін ешкім түскен жоқ. Қазақ халқының еңбектегі ерлігіне қайран қалған әлемге танымал неміс драматургы және ақыны Бертольд Брехт Шығанақ жайлы поэма жазды. Поэманы қазақ тіліне аударған филолог ғалым 90-шы жылдары Құдайберген Жұбанов атындағы университетті басқарған Мұхтар Ғалиұлы Арынов. Жеңістің 60 жылдығында Ақтөбе ауыл шаруашылығы колледжі Берсиевтің атын алды. Облысымыздың жүздеген әйелдері мал фермаларын, колхоздарды басқарды. Мұғалжар ауданында Балым Бірімова аға жылқышы, Темір ауданында Марлен Дербісалина түйе фермасының меңгерушісі, Байғанин ауданында Өзипа Сатқанғалиева аға шопан, Мәртөк ауданында Мария Чипегина шошқа фермасының меңгерушісі болды. Олардың көбі отанымыздың ең жоғарғы марапаты социалистік еңбек ері жұлдызына ие болды. 1942 жылы 3113 әйел механизатор мамандығын игерді. Біздің жерлестеріміз майданға қаржылай көмек берді. Жұмысшылар мен қызметкерлер ұжымдары қорғаныс қорына 1 күндік, ал колхозшылар 5 күндік еңбек ақысын салды. 1942 жылдың 21 ақпанында Отан қорғау қорына ақтөбеліктер 3 миллион 753 мың сом ақша, 237,5 грамм алтын, 38 килограмм 176 грамм күміс тапсырды. Танк пен самолет жасау үшін 28 миллион сомға жуық ақша, 360 мың пұт астық, ірі көлемде мал тапсырылды. Осы ақшаларға Актюбинский колхозник танктер тізбегі, Актюбинец авиациялық звеносы, Комсомол Казахстана, Пионер Казахстана, Связист, Нефтяник Казахстана, Советская интеллигенция, Трудовые резервы, Актюбинский рабочий атты әуе эскадрильясы жасалды. Ырғыз ауданындағы Арал колхозының төрағасы Әбіш Еңсегенов өз жинақ қорынан 100 мың сом берді. Ақтөбеліктер Волгадағы ұрыс майданы жауынгерлеріне 44 вагон, Ленинградқа 1 эшелон тарту таралғы жіберді. Пищепром артеліне 23 ақпан мерекесіне 3 тонна пряник және Сібір пельменін шұғыл дайындауға тапсырыс берілді. Пищепром артеліне көмекке үй шаруасындағы 200 әйел көмекке келді. Ақтөбе балалары ересектерден қалыспай еңбек етті. Мектептерде трактор жүргізуді, ауыл шаруашылық ісін игеруді үйрететін үйірмелер жұмыс істеді. Ақтөбелік аналар әрбір ауданда бар соғыс салдарынан жетім қалған балалар үйлеріндегі сәбилерден мейірім шуағын аямады. Облыстық халыққа білім беру бөліміндегі балалар үйлері секторын Ясенева София Яковлевна және Солдатова Мария Григорьевна басқарды. Әйелдер жаралылар мен сырқаттар үшін өз қанында аямады. Соғыс кезінде 615 әйел қан тапсырыпты. Таисия Романовна Рудич пен Ефросиния Семеновна Луговская КСРО құрметті доноры атағына ие болды. Неделю ездил на санитарном поезде до Читы. Это сибирский город. Вот в районе Читы там был госпиталь. Читадағы госпитальға жеткенше 1 апта жүрдім. Мен сонда 1945 жылдың сәуіріне дейін жаттым. Аяғымды кесіп тастады.
протез киесің бе деп сұрады. Небәрі 21-дегі жігітпін. Ақсаңдап, протезсіз қалай жүрем? Бір аптадан соң орнымнан тұруым керек. Қасымда қызылордалықтар жататын. Біреуі орнынан тұрып, әжетханаға кетті. Маған неге бармасқа? Орнымнан тұрдым. Бірдеңе бұрқ етті. Қарасам, тамырымнан қан атқылап жатыр. 6 адам жатамыз. Бәрі қабырғаны соққылап, айқайлап жатыр. Түскі үзіліс уақыты. Екінші қатардағы госпитальдің бастығы, полковник әйел, естіп қалып, жүгіріп келді. Ақ желеңінің белдігін шешіп алып, аяғымды таңып тастады. Госпиталя подполковник женщина прибежала и на ходу оттуда, вот в коридоре я смотрю, снимает пояс вот, с халата. Знает она, это не первый раз, наверное, крови истекал бойцы. Вот прибегает и забинтовывает это. Я такой беспомощный, потерял много крови, осталось 12% крови у меня. Все остальное истекло. Я уже подняться не могу, все, значит, двигаться не могу. Мен көп қан жоғалтыппын. Қанымның 12% ғана қалған. Мені керуеттен көтеріп алды. Бірақ операция үстеліне апару қауіпті. Сондықтан көрші бөлмені босаттырды. Хирург жарақатты ашып, қанның қайдан ағып жатқанын таба алмай әлек. Сөйтсе, ол жерге қан ойып қалыпты. Қан құю керек болды. Етшеңді медбике Марияның қанының тобы менікімен сәйкес кепті. Ол бұрышта отыр. Оның тамырынан тікелей менің тамырыма құйып жатыр. Ұйықтататын дәріні көтерер менде дәрмен жоқ. Аузыма вермут шарабын құйып жатыр. 1,5 айдай жеке бөлмеде жаттым. Мені қарауға 4 медбикені қойды. 3-еуі кезекші болады, 1-еуі оларды ауыстырады. Нәр татпаймын. Глюкоза егіп жатыр. Сөйтіп 1 ай жаттым. А я не выдержу. Поэтому мне льют, рот открывает, льют мне вермут, вино. Месяца 1,5 я лежал в изоляторе. Освободили комнату. 4 медсестер поставили на одного, на меня. 3 дежурят, а 4 подменный. Ничего я не ем. Кормит меня глюкозой вот здесь. Так лежал я месяц, больше, 1,5. Ничего не ел. А потом в один момент мне пришло как будто бы такое желание, что если бы я поел рыбную консерву... Бірде маған, егер балық консервісін жесем, оңалатын шығармын деген ой келді. Медбикелердің бірі Рая өз кезегін ауыстыруға келмеді. Екінші ретте тағы жоқ. Она не появляется. Нету ее и на 2-ю смену. Бір кезде екі беті аяздан қызарып кеткен Рая келіп тұр. Жарты бәңкі шпроты бар қолында. Сөйтсек ол аязға қарамай, Шита маңындағы әскери бөлімдерден консерв іздепті. Жартысы желінген консервіні әрең тапқан. Соны жебедім, тәуір бола бастадым. В воинской части вот эту вот консерву. А я не просил ее. И вот она нашла, наполовину поеденные, вот это вот, принесла. И я попробовал, и вы знаете, чудо, дальше пошло чуть-чуть. Дәл осы кезде 3, 4, 5 бөтелке қаны келінді. Қазір менің бойымда 5 адамның қаны бар. 4 сейчас во мне крови от 5 человек. Своя и вот 4 человека, женщины с читой. Бүгінгі күні ұлы жеңіске 65 жылға таяу уақыт өтсе де,
біздер сіздерге әрдайым бас иіп тағзым етеміз. Жауынгерлерге, әйелдерге, балаларға, сол бір қиын қыстау кезде қайғы қасірет шеккен, жеңіс жолында туған туысқандарын жоғалтып, кісі таңғаларлықтай күш қайрат танытқан, еңбекте де ерліктің үлгісін көрсеткен сабыр мен шыдам иелері сіздерге бас иеміз. Сіздердің ерліктеріңізді кейінгі ұрпақ ешқашан ұмытпайды. Есть на свете заветное место, и прекрасней его не найти, где душа замирает в пути, и все судьбы сплетаются вместе. Мой город на белом холме, как приволено, здесь так дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой судьбе, что оставлю тебе, а к тебе, а к тебе. Мы с тобой жить старались достойно, шли навстречу целым ветрам. Кто взлетел прямо к звездным мирам, кто уснул под военной звездою. Мой город на белом холме, здесь так гордо, вольно дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой судьбе, что оставим тебе, а к тебе, а к тебе. Пройдет, только ты будешь молод, расцветет новых судеб заря. Лишь скажи, что мы жили не зря, и о нас тоже вспомнит наш город. Мой город на белом холме, как приволено, здесь так дышится мне. Ты дом мой, ты маяк мой судьбе, что оставим тебе, а к тебе, а к тебе, а к тебе, а к тебе.